Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Баяғыда өте бай қария кісі өмір сүріпті. 7 атадан бері бай, ақсүйек адам болған екен. Күндердің күнінде көңіл күйе түсіп мазалана бастапты. Атасының халін байқаған келіні: «Атау, сізден бір нәрсе сұрасам бола ма?» деп рұқсат сұрапты. Сонда атасы: «Айналайын қарағым-ау, сұрай ғой» депті. Келіні: «Атау, 7 күн болды мазаңыз күннен күнге қашып бара жатыр. Осы мазасызданғаныңызға не себеп болды?» деп сұрапты. Сонда атасы: «Айналайын қарағым-ау, сен де менің балаларымның бірісің ғой. Саған айтсам айтайын. Маған осы 7 күннен бері бір періште келіп, осы сенің әулетіңе 7 атадан бері беріліп келе жатқан береке байлықты басқа бір әулетке беремін деп айтып жатыр. Мен күнде ертең деп рұқсат бермей жатырмын. Бірақ періште ертең сен рұқсат берсең де, бермесең де басқа әулетке беремін деп айтып кетті. Егер бақ дәулет басқа әулетке кетіп қалса, біз әп-сәтте кедей боламыз. Сол үшін уайымдап, мазасызданып отырмын қалқам» депті атасы. Сонда келіні тыңдап: «Атау, бар болғаны осы-ақ па уайымдап отырғаныңыз?» депті. Сонда атасы: «Иә, осы қызым» деген екен. Сонда келіні: «Егер осы болса, онда ертең келетін періштеге байлықты алсаң ала бер, бірақ пейілімді алма деп айтыңыз» деген екен. Ертесіне періште келсе, қария айтыпты: «Мейлі, не істесең де істей бер, алатыныңды ала бер. Есігім ашық, тек бір өтінішім бар, біздің пейілімізді ала көрме» депті. Сонда періште 2 қолын көтеріп, жауабына тәнті болып: «Сенің әулетіңе тағы 7 ұрпақ байлық береке беріледі» деп сол әулетпен біте сіңісіп кетіпті. Қазақ атамыз не берсе де пейіліне қарай деп бекер айтпаған. Бастысы пейіліміз жақсы болсын. Видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Алдын ала рахмет.